112 подкаст YouTube арнасының көрермендері. Арнайы Ұлытаудан алдыртып алған Алдияр деген біздің бауырымыз противогазбен жүгірген. Бодан кейін кимономен әртүрлі челлендждер, әртүрлі жаңағы адамға мотивация беретін бейнероликтермен түсіретін бала деп танимыз. Жаңа бір тағы да қарадым, бірақ ол кезде уже басқа канал екен да. Ойлап қоямын, мынандай просмотрлармен мен қалай шақырып жатыр деп. Спортсмен болған жоқпын. Енді бала кезде ата-анам берді, боксқа, күреске, былай не по своему желанию дейді ғой. Жесткий депрессияға кіріп кеттім. Жүгіріп келемін жаңа, қалтамда пачка темекі тұрады. Лақтыруға жалқы ана бір пачка болса. Жезқазғаннан Сатпаевқа жүгіру дейтін ол Ұлытау облысының тұрғындарына андай бір феномен екен. Сен реально жүгіресің ба деп андай бүйтіп. Андай дауысты жайға айтады да, андай шепотом ше деп. Реально жүгіріп барасың ба деп. Біреу депрессиямен келді. Мен мысалы жаңағы сен айтқандай вредный привычкадан негізі арылу үшін противогазбен жаңағы жүгірдің ғой. Сол ойлар қалай келеді деймін, не үшін жаңағы или демонстрация дейді ғой. Мен сол қызық та маған. Сразу ой деген андай ғой. Значит, бұл военный. Сосын ойлаймын, военный сақал бар. Сақал болмайды негізінде. Ол қалай 30-ті жүр ме деп сосын. Любой адам менен сұрайды, не үшін жүгіріп жатырсың деп. Әркімнің өзінің мақсаты әртүрлі. Мысалы, үшеуміздің отырған, үшеумізде марафон жүгіретін болсақ, үшеуміздің де мақсатымыз үш түрлі болады. Ішкі дүнием прям өртеніп барлық вулкан болып жатты ма? Шынын айтсам көзім қарайып кетті да того. Случайность не случайно дейді ғой. Мен саған кезінде жазғам дайректке деп башляю дейді ғой жаңағыдай слот. Ол да бір мотивация. Коротко ясно айтып жүрейін. Мысалы, мен бұрын таныстарым мені признавать етпейтін. На дне был, короче. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. 112 подкаст YouTube арнасының көрермендері. Біз енді 2026 жылдың жаңа маусым бастап жатырық. Жаңа маусымда жаңа подкаст, жаңа толқын, жаңа ашық тақырыптар айтатын боламыз. Енді жылқы жылы жақсылық келеді деген сенімдеміз. Өкінішке орай біз енді соңғы 6 айда подкаст түсіретінде мүмкіндік болған жоқ. Менің енді жұмысқа ауысуыма байланысты, бірақ енді дегенмен де менің еңбек демалысыма байланысты Астана қаласында кереметтей подкаст студиясында кезекті бір шығарылым түсіріп жатырық. Енді біздегі келген қонақта арнайы Ұлытаудан алдыртып алған Алдияр деген біздің бауырымыз. Енді кім көргенде шығар, енді барлық енді ол баланы енді жаңа газ қағар дейді ғой қазақша, енді былайша айтқанда противогазбен жүгірген. Бодан кейін кимономен әртүрлі челлендждер, әртүрлі жаңағы адамға мотивация беретін бейнероликтермен түсіретін бала деп танимыз. Енді өзім таныстығымыз өте қызықты болды негізінде Instagram желісінде, бірақ соған дегенмен де жақсы бір аға, іні, бауыр деген сияқты ұғыммен жақсы бірімізді сыйласып кеттік. Бүгін енді Алдиярды қонақ қылып шақырып отырық. Менді бүгін жүргізуші ретінде мен Азамат және де менің Жан. Сәлем барлықтарыңызға, жаңа жылдарыңызбен. Келіп жеткен жаңа жыл құтты болсын барлықтарыңызға. Енді мынау жаңа жыл, жаңа маусымда барлықтарымыз жаңа мотивациямен жаңа өмірді бастайтын кез келді. Кім жаңағыдай ойында пландап жүрген тренировкаға барам, ертең жүгірем дегендерге міне келді осы уақыт. Міне жаңа жыл бастауға, бәрін жаңадан бастауға, жаңа бастама жасауға келетін уақыт осы. Бүгін еще понедельник. Ертең понедельник. Барлықтарыңызға сәлем. Өйткені біз көп болды, 6 ай болды. 6 ай шыққан біздің өзіміздің оған себеп бар. Яғни Азекең жаңа жұмысына ауысқанын байланысты жаңа мен өзімнің біраз жарыстарда жаңағыдай қазір бүгінгі осы арнада айтатын боламыз толығымен. және мына біздің бүгінгі қонақ Алдияр, қош келдің. Баршаға сәлем. 112 подкастын мен 2024-25-тен бастап сізбен қалай таныстым, сол кезден бастап білем. Жаңа бір тағы да қарадым, бірақ ол кезде уже басқа канал екен да. Ойлап қоямын, мынандай просмотрлармен мен қалай шақырып жатыр деп. Үлкен да, көп та просмотрлар. Осының оказывается басқа екен. Енді шақырғандарыңызға рахмет. Астанаға жұмыс бабымен келгем негізінде, қайта уақытылы ұстап қалдыңыздар. Негізі бүгін кешке кетеміз бе деп ойлағанбыз, қайтып Ұлытау облысына. Ертең қайтатын болдық. Алған қалумен естіп келіп тұрық. Тағы да рахмет шақырғандарыңызға. Негізінде андай ғой, Алдияр жазған келді, сол себеп болды негізі ұстап алу. Оның алдында негізінде былай арналап шақырған негізі Ұлытаудан.
бері қарай келсейші бір подкаст түсіріп тастайық деп онымен айтады арнайылап келетін де мүмкіндігі жоқ, бірақ егер де Астанаға келіп жататын болсам түсіруге болады деп соның стористарын көріп қалдым да сразу сообщениені жазып жібердім сразу. Сонымен келісті, бірақ таңертең анандай болды, бір курьезный момент болды. Дайхардта кездесетін болдық екеуміз. Дайхардта кездесіп ойладым, бірге жүгіріп, бір любой темп, қай темпқа келсет, сол темппен менімен келісіп, 20 километр бойы жүгіріп жүріп, танысып, үйтіп жаңағы әңгімені тарқатып аламыз ғой деп. Онымен ол жаңа хабарласады, жаңа директке жазады маған, мүмкін 50-50, бүгін келуімде, келмеуімде екі талай. Соған білесің. Мен айтамын, енді егер Алла тағала бізге кездесуде мүмкіндікті бермейтін болса, значит ол болмайды ол нәрсе. Қайыры бар. Болатын болса, болады. Енді конкретно шешімі қашан белгілі болады дегенде, 12-1-ге таман сол уақытта жазған кезде, все, мен конкретно келем дегенде уже все, уже начали готовиться. Соған байланысты жаңағыда келгеніңе де өте қуаныштымын. Алла тағала да енді берейін десе, кездестірем десе, тау мен тасты да бір-біріне соғыстырды, сол сияқты кездестіріп, сол келген енді жалпы енді бірінші тақырып, бірінші жаңа сауалды қойғым келіп тұр, енді вообще жүгіруге, спортқа, салауатты өмір ұстануға, жаңағы мынау әлеуметтік желіде осындай бейнеролик түсіремін, осы адамдарға осындай пайдам тигіземін деген мақсат, ой қайдан туындады неге жалпы? Жалпы мен спорт мәселесін айтатын болсақ, спортқа мүлдем деген ешқандай не болған жоқ. Спортсмен болған жоқпын. Енді бала кезде ата-анам берді, боксқа, күреске, былай не по своему желанию дейді ғой. Солай барып жүрдім. Спорт маған қарағанда спортпен ассоциация болған жоқ адамдарда, класстастарымда, туыстарымда. Әскерде де ондай болған жоқ. Енді норматив бәрін тапсырасың, как положено. Таңертең жүгіресің, УФЗ. Әскерден кейін тағы да жұмыстармен жүрдім 1 жылдай. Одан кейін бір жесткий депрессияға кіріп кеттім. Кәдімгідей депрессияға кіріп, енді білмеймін, көбісіне мүмкін солай басталған шығар спорттың өзі. Сөйтіп бүкілінен жаңағындай шектеліп, андай круг общения сузил дейді ғой, сондай болды. Сосын жүгіре бастадым, наушник тағып аламын да, жүгіріп келем. Ол кезде жаңағы вредные привычки дейді ғой, әлі күнге шейін бар ол кезде. Жүгіріп келем, жаңағы қалтамда пачка темекі тұрады. Лақтыруға жалко ше, бір пачка ғой целый. Жүгіріп келем, бір түтіндетіп аламын. Жүгіріп келем, тағы да бір түтіндетіп аламын. Сөйтіп, оны да қойдық. Сосын жүгіре бастадым кәдімгідей. Басында 3 километр, оның өзінде 4:40-пен бастаған ғой. Темп 4:40, ол кезде түсінбейсің да ғой. Трекер жоқ. Adidas Running дейтін бір нәрсе тауып алдым әйтеуір. Сөйтіп жүгіре бастадым да. Ол кезде Android па бір нәрсе ұстаймын мен. Наушник тағып аламын да жүгіремін. Жаңағы Рой Джонстың өлеңін оқып қоямын, менен өлең оқып қоямын да. Мотивация. Синдром главного героя дейді ғой, жүгіріп жүресің, типа саған бәрі қарап жатады. Машина сигнал беріп жатады жаңағы. Ол одан сайын мотивировать етеді. Сөйтіп жүгіріп кеттім. Одан кейін 5-6 километр и бір кофейняға кірем. Қыстың күні ғой. Сол сөйтіп кофе іше бастадым сол кезде. Жүгіріп келем де уже жаңағы жаман әдеттердің орнына уже кофе ішетін болдым. Жүгіріп келем, кофе ішем и бір кісі отырады жаңағындай. Темп, жүгіру, бір нәрсе деп сөйлесіп жатады. И мен енді ашық адам да сөйлесуге. Ассалаумалейкум, братан, можно поинтересоваться жаңағы? Да, конечно. Вот сөйлесіп жатсыңдар не туралы, анау. И ол бастайды жаңағы. Strava, темп, пульс, Garmin бір нәрсе әңгімелер кетеді. Мен не деп жатырмын деп. Мендегі жаңағы анау Россияның несі бар, анау аккаунт приложениялар бар. Relief дейтін, жаңағы Simple Run дейтін неше түрлі. Ол кезде Stravаны білмеймін мен. Сонымен танысып, енді Дулат деген кісі Жезқазғанда, осы Ұлытау облысында тұрады, бірге бір қалада тұрамын, Сатпаев қаласында. Сосын ол менің былай любительский дегеннен новичок уровеньға менің бір нем болды ғой, ондай путеводитель дейді ғой, направлять етіп мені. Енді бір жағынан өзімді өз инициативаммен сұрадым одан. Мүмкін ол бір жаңағы мінезімнің ашықтылығы болған, адамдармен сөйлесе аламын жақсы, без всякой вот это маски дейді ғой. Сөйтіп сөйлесіп кеттік та, сосын онымен жүгіре бастадық. Ол маған айтады, сен тез жүгіресің деп. Сосын қолыма жаңағы iPhone алдым өзім. Сөйтіп жаңағындай рилса түсіре бастадым. Тренд, анау, мынау, Инстаграмға салып. Басында ондай ой болған жоқ. Біреуге не болам, үлгі болам деген сияқты. Сосын жаңағы кішігірім опыт өсіп, ол кезде сағат жоқ, жаңағы пульсометр жоқ, Страваны қосып қоямын да жүгіре береміз, айналып. Сосын бізде Сатпаев Жезқазған дейтін қалалар бар. Екеуінің шыға берістен кіре беріске дейін арақашықтығы бір 13 километр ма сондай. Ал қаланың ортасына дейін 21 полумарафон ғой. Сол кезде менің ең бірінші полумарафоным, жартылай марафоным
оразаның кезінде болды. Аузым берік, жаңағы шығып кетсем жаңағы неге дейін, ауызашарға дейін жүгіріп келем да, сосын ауызашарды асықпай ашып аламын. Сол кездегі личный рекордты бір жыл ұстадым ғой. Нете алмадым, жаңағы жаңарта алмадым да, жеке рекордты ше. Былай қарап отырамын, былай ойланамын, оразада жасалған рекорд жүгірген уақытты қалай мен нете алмайын деп ше. Сосын сөйтіп жүгіріп жүрдім да, Жезқазғаннан Сәтбаевқа жүгіру дейтін ол Ұлытау облысының тұрғындарына андай бір феномен үлкен, андай қалай иә, қалай ол жаққа жүгіріп, сен адамдар реально сұрайды да, тірідей көрген кезде, сен реально жүгіресің ба деп андай бүйтіп, андай дауысты жай қылып айтады да, шепотом ше, реально жүгіріп барасың ба сөйтіп. Иә, жарты жолдан олар ойлайды типа автобусқа отырды әрі кетеді, өтірік инстаграмдағы деп. сосын жүгіріп барамын кәдімгідей деп. Мүмкін бір андай гені дейді ғой, сондайға бір қалыптасқан предрасположенный дейді ғой, сондай бір физически активностьқа, мүмкін сондай болғаннан жүгіруге тез сіңісіп кеттім да. Сөйтіп бір жыл өтеді, бір жыл өткеннен кейін не жүгіремін жаңағы. Бірінші марафондық қашықтық жүгіремін, 42 шақырым. Андай ешқандай слотсыз, дымсыз да, просто жай өзің. Дистанция өтем сөйтіп. Өзіме сондай бір не қоям. Сосын ол теманы сразу бізде бар ғой, адамдарда 10 километр жүгіреді да, бір таныстарынан естиді, жүрсек қатыссай, стартқа қатыссай, Астана халқы марафон болады, андай болады, соған қатысайық, марафонға қатысайық дейді олар. 10 километр, 5 километр жүгіреді, сосын инстаграмға салып қояды, я сегодня пробежал свой первый марафон. И жаңағы көбісіне ол триггер да бізге, білетін адамдарға. Мен сол кезден бастап жаңағы Дулат деген кісі айтты, 10 километр деген ол 10 километр, 21 деген полумарафон, марафон деген 42 и 195 деп. Ол менің фишкам болып кетті. Сол кезден бастап, а марафон это 42 километра и 195 метров деп. Өзім орысша жүргізетін басында. Аудитория көп болсын, охват көп болсын деп. Сөйтіп Жезқазғанның Сәтбаевтың адамдар тани бастады мені. О, бегун, о, марафонист деп. Мен ол кезде марафонист емеспін. Сосын не таңдаймын? Маршрут таңдаймын. Сәтбаев қаласынан Жезді ауылдық округ бар, ауыл бар. Сол жаққа дейін тура 42 шақырым шығады. Ол кезде жаңағы енді нелерімді аламын, жаңағы трейл сумка бар. Оның керегі де болған жоқ негізінде. Гель, мел деген ол кезде білмейсің ғой, изотоник дейтін ондай понятие жоқ. Чисто агуша сақ қоясың екі жаққа. 2 агуша, 2 кола, құрт болды. Самый бюджетный вариант. Самый бюджетный, самый доступный вариант қой. Сөйтіп сопровождающий кім болады? Жартылай Ironman несін бітірген, финишоры Абзал Альменов деген кісі бар бізде. Қатты танымал емес ол кісі Инстаграм желісінде, өз үшін істейді да. Ал Инстаграмда ол өзінің бір бизнесі бар, 2 бизнес, сонымен ғана оны таниды адамдар. Ал былай оның Ironman екенін білмейді ешкім. Оны көбісі біздің облыстағы адамдар оны жаңағы бизнесмен ретінде таниды. Сосын сол кісімен танысам, жаңағы Дулатпен танысқаннан кейін кішігірім WhatsApp группа бар екен жүгіретіндер. Ол жақтан да енді кризис среднего возраста деген адамдар ол жақта. Біз сияқты, енді мен өзім 2002 жылғымын, биыл 24-ке келем. Менімен қатар адамдар жоқ. Именно бір 2000 хотя бы 98 деген сияқты. Либо легкоатлеттер жаңағы мектеп оқитындар, болмаса 16-дан 18 жасқа дейін. Болмаса жаңағы үлкендер уже 35+ деген сияқты тема. Сол ең жасы жаңағы Абзал, сол кісі мені сопровождение қылып, сопровождение болады мотоциклмен. Сол мотоцикл өшіп жаңағындай. Мен аяқ киім андай не ғой, оригинал емес қой. Көріп алғансың неше түрлі Инстаграмнан шығады жаңағы Nike Alpha Fly, бір нәрсе Zoom Fly деп. Сосын оны репликасын аласың. Бізде магазиндер бар жаңағы люкс копия деп сатады ғой қазір. Соны 25 мыңға, соның өзі қымбат болып көрінеді ғой бүйтіп. Ол кезде Бимай деген білмейсің не екен, Лининг, Анта дейтін бюджетный варианттар бар ғой. Оны білмейсің не екен. Сөйтіп сол Nike Alpha Fly ма, сондай бір нәрсе, Zoom Fly ма, 3000 километр жүгіріп тастағам сонымен, примерно. 2,5, иә. Сонымен жаңағы марафон жүгірдім. 3:30 болды, 3:32. Бірінші жаңағы 42 шақырым. Оның алдында 30 шақырым жүгіріп көргем жаздың күндері. Ешқандай план жоқ, жоспар жоқ. Жаңағы зона, пульсовой зона, темп, ондай вообще қарамадым да ұра берем. 4:40 андай болды, 5-тен төмен жүгірсем, я лох деген сияқты бір сондай бір ұстаным болды, почему-то ше білмеймін. 4:40 мен бастаған адаммын ғой өзім. Сосын жаңағы көбісі айтады да, сен тез жүгіресің деп.
пульс дейтін ол кезде мән беретіндей не болған жоқ, білім болған жоқ ше. Марафон бітіремін, 3:30 жүгіремін, 5 па сонда темп, сондай бір нәрсе, 5 қой деймін, шатаспасам, 5. Сосын ол да жаңағы Сәтпаевтан Жездіге дейін жүгіру деген Ұлытау облысының тұрғындарына, жастарға, инстаграм қарайтындарға ол тоже жаңағыдай бір не, короче, қалай ол Жездіге дейін жүгіріп барды деген сияқты. Ол да бір кішкене не болды, хайп болды. Сөйтіп адамдар подписка жасап, аудитория көбейіп, менен жаңағы не сұрап, совет сұрап, мынандай жүгірейін деп жатырмын, қалай жүгірсе болады, аяқ киім қандай керек, мен өзім де білмеймін, олай қарап тұрсаң ше. Сөзің аузынан мен бір есіме түсіп қалды да, бір жайт. Жақында жаңа ауылға бардым да, Шымкентке бардым. Жаңа менің өзім бір ағам бар, үлкен дядькам. Қорқып, сен әлі жүгіріп жүрсің ба дейді. Иә деймін, сен докторға көрсету керек дейді. Не береді дейді, не ұтып алдың? Жаңағыдай ақша бере ма? Басылым бізде сол ғой сұрайтын. Қанша ақша береді? Не ұтып алдың? Нешінші орын алдың? Нешінші орын алдың? Ештеңе алған жоқпын сен. Сонда дейді, жаңа жын сияқты жүгіре бересің ба дейді. Иә. Не үшін жүгіріп жүрсің деген. Сондай көп қой бізде негізі. Былайша келгенде көп адам түсінбейді, не үшін оны істеп жатсыңдар, неге, не керек, жаңағыдай. Сен айтып отырсың, жаңа депрессия дейсің. Көп адам әртүрлі, мысалы, біреу депрессиямен келді. Мен мысалы, жаңағы сен айтқанда вредный привычкадан негізі арылу үшін деп жоспарладым да, не істеймін. Негізі вообще ойымда болған жоқ, марафон, бір триатлон, вообще просто темекі шекпейін дедім, темекіні тастайын дедім да, параллельно жүгіріп тұрып, солай кетіп қалды да, жаңағы записался жаңағы тренировкаға, клубқа кірдім, сонымен кетті былай. Содан біреу айтты, слабо, теперь триатлон жаңағыдай, и былай кетіп қалған нәрсе да. Мысалы, сенің де мынау немен қарап отырсақ, жаңағыдай айтып отырсың, енді мынау инстаграм желісінде өзің танымалсың, өзің аудиторияң бар, жаңағы өзің жаңағы артыңнан ілесіп жүрген адамдар да бар шығар. Ол мынау мен түсінбеген, жаңағы не түсінбеген емес, қызықты маған. Мынау бізде мысалы сен противогазбен жаңағы жүгірдің ғой, сол ойлар қалай келеді деймін, не үшін жаңағы челлендж дегенде де енді бізде біраз нәрсе жүгірдік, үйттік, бірақ енді жаңағыдай ол нәрсе не бірдеңе көрсету керек па біреуге, бірдеңе как это болады, как мынау демонстрация дейді ғой, бірдеңе, ол не үшін, қандай жайтпен алған. Мен сол қызықты маған. Енді мысалы маған да бір стартта бірдеңе киініп шығып былай өзіңе новый опыт былай келгенде, бұл өмірде новый, соны бір айтып берсең маған өзіме қызық болып тұр сол. Енді ол жаңағы бір жылдың ішінде енді жүгіріп жатқан кезде 23-ның аяғында бастадым. Енді ол бастапқы 2 ай санаған жоқпын мен. Так чисто енді кіріп жатырмын ғой деген сияқты. Потом 24-дің басынан бастап уже как положено Страваны қосып есептеп жаңағындай. Бірінші стартым 25-дің жартылай марафонға, Алматыдағы халық марафон. Оның алдында дайындалып жүрдім кәдімгідей. Слот сатып алдым да, дайындалып, соңында ойлап жүрдім, қалай істесем болады, не істесем болады, не кисем болады. Бірінші стартым ғой, все-таки официально деп. Сосын Форест Гамптың несі бар ғой, лук бар ғой, киім. Банально деп түсіндім сразу. Банально шығар, қойшы деп. Сосын противогаз деген ой келді. Былай сұрақтар қойып жүрдім инстаграмда, опрос жасап, жоқ қайсымен жүгірейін, противогаз ба или Форест Гамп па деп. Сосын жаңағы жолдас балалардан сұраймын, олар жүгіруге вообще ешқандай қатысы жоқ қой. Солардан сұраймын. Бір жағынан не болды? Типа хайп деген сияқты. Енді ол бір 50-50, бір жағынан өзім көрейші қалай болады екен деп. Оның алдында мен дайындалып жүрдім кәдімгідей. Қаланың ішінде жүгіріп жүрдім, жындылар ұстап, противогазбен 10 километр. Ол мысалы мен киіп білмеймін, бізде анау болады ғой, НВП сабағы дейді, киіп бір жүгіріп кетіп, есімде сол кезде мен анау противогаздың астында колпачок болады ғой, немесінің фильтрдің астында, сондай шешпей келіп ғой, жаңағы киіп мен есімде жаңағы пауза жетіп бара жатыр, ауа дем жетпей, дем алмай, мына жеріме саусағым тығап, вот бір рет, соңғы рет сол кезде бір рет ақ кидім ғой противогаз деген, вообще мен де сол кезде өзімде сондай опыт болды да, жаңағы противогаз сөйтіп жаңағы келгір бет аузым қызарып, есімнен тани жазғам, сол кезде шығарып, сол кезде ағайды есімде былай келіп
мынаны неге шығарып алмағансың колпачоны. Мысалы мен үйретпеді ғой, мысалы колпачон алу керек бізге. Міне противогаз мынандай сумка берді, аласың, киесің, кетесің деген. Мысалы енді ол да бір противогазбен жүгіру деген ол әшейін маска емес, ол өте қиын ғой былай келгенде, тем более гипоксия, оған дайындалу керек, дайындықсыз ондай нәрсе. Мысалы мен айта алмаймын, ертең мен киіп жүгіріп кетемін деп, мысалы ол ертең может 1 километрден кейін мен құлап қалуым мүмкін, из-за того, что ауа жетпей жаңағыдай непривычно маған оны. Біз әшейін жүгіргеннің өзінде 10 километрден кейін әр адам ол дистанцияда противогазсыз саған өте ауыр болады да былайша келгенде. Енді бұл енді жаңағыдай танымал, бұл челлендж, может жаңағыдай оны, то есть дайындық болды оған. Дайындық болды, иә. Дайындық болды, өзің оған дайындалдың. 3 рет жүгірдім. Потому что көрермендерге айтып қояйық, обязательно надо предварительно дайындалу керек. Дайындалу керек. Зивана деп айтады ғой, зивана так бежать нельзя. Мынау жаңағыдай жүгіру, ол деген серьезный нәрсе да, мысалы. Противогаз деген ол үлкен жетістік, оған әр адам мне кажется етеді. Анау среда күні РХБЗ ғой әскерде. Сол кезде есіме түседі, сол командирларым, қазір командирларым жүгіреді тоже, командир роты, осы Астанада жүгіреді тоже. Солардың бәрі жаңа командирлердің бұрынғы сол противогазбен танып кетті. Көбісі комментарий жазады. Енді бәрібір де не болады ғой, негатив болады, анау хейтерлер болады жаңағындай. Олар білмейді да мен дайындалғанымды, противогазбен жүгіріп как положено. Андай нелер болған жоқ. Хейтерлер бөлінді. Андай марафонистер болды. Андай қайтса болады. Культурный емес, более эрудированный марафонистер ма сондай. Зачем деп? Захотелось? Не үшін деген сияқты сұрақтар қоя бастады. Енді бізде аттарын айтпай ақ қояйын, бізде танымал марафонистер, ол кісілер үлкен кісілер ғой, нетпей ақ қояйын. Оларға деген ешқандай не жоқ, бірандай неге ондай комментарий жазасың деген сияқты. Кейбіреулер андай жазады, бұл несін шешіп тастаған ғой, жаңағы фильтрін шешіп тастаған, несін клапанын алып тастаған, либо сондай спичка тығып қойған ана жерге деген сияқты темалар кетті. Бірақ ондай болған жоқ. Каспийден 2000 теңгеге сатып алдым. Кәдімгі әскердегідей бұрынғы советский противогаз, как положено, бүйтіп газы деп киетіндегідей. Жүгіру үшін жаңағы сәуірдің 1 болды ғой енді. Маска киіп алдым, снуд ана жабысады ғой резинаны, сақалға жабысады, шашқа жабысады, оны шештен қиын. Сосын пункт питания сайын шешіп, жаңағы ол кезде мен кішкене ауырып жүргем. Не жиналады, сопли дейді ғой. Түкіру керексің бәрібір де. Комментарийде бір көріп қалдым, сен сайнада көрдің ғой, сен шешіп тастадың ғой дейді маған біреу. Мен де түкірмейсің ба, су ішесің, жаңағы гелінді жейсің деген сияқты. Мен де бір андай отморозок емессің ғой, шли до конца без питания жүгіреді. Соңғы бір 500 метрде ма жанымда пограничник шығады, туынап шығады. Адамдардың ойы андай, екеуі бірге жүгіріп келе жатыр деп. Мен өзім планым 1.45 болған. Аяқта бимайдың карбонкалары, дефолтный базовый ше, карбонфлай. Басында бастадым, басында қатты бастап қойдым. 3.40-пен жүгіргенмін ғой. Туда обратно 5 километрді 3.40, 3.50-мен ұстадым. Ары қарай енді биттім ғой. 4.30 сондай нормально. Бір Strava бойынша 1.31 болды, ал чип тайм 1.35 болды. 4.30 ғой пейс. 4.30. Жартылай марафон. Мен негізі сені неден жүгірген, мен сол полмарафонда мен де жүгіргем негізінде сол жылы. Бірақ мен сені көрген жоқпын. Бірақ андай болды. Сен тез жүгіргенсің. Жоқ, андай болды. Неден көріп қалдым? Рилстан көріп қалдым. Сосын кімге Қамбарға ма бірге жібердім, жіберген кезде или өзімнің неме салдым ба, сторисіма салдым ба, сондай бірдеңе болған кезде Қамбар жазды, мен онымен бірге жүгірдім, қасында мен көрдім деп. Сосын ойлап қойдым, мен сразу ой деген андай ғой, значит бұл военный. Сосын ойлаймын, военный сақал бар. Сақал болмайды негізінде, бұл қалай отпускте жүр ма деп. Сосын мен негізінде оның алдына таныспас бұрын мен неге жаздым. Красный бирка. Саған жаздым, негізінде жазғанда андай жаздым, не үшін жүгірді деген кезде бұл өзі айтты маған. 50% бұл хайп, жаңа аудиторияны өзіңе қарату. Екіншіден, істей аламын ба мен, істей алмайын ба деген. Мысалы, Алдиярдың айтып тұрғаны, мысалы андай ғой, не каждый может это сделать, по идее. Но благодаря подготовке, благодаря тому, что ты можешь, сен организмы. Еще бұл нәрсе қызық болғаны,
бұл противаға жүгіріп келгеннен кейін ана адамдар жүрегі тоқтап құлап қалып жатқан адамдар болды ғой, и содан кейін вообще айтты ғой ана противогазбен жүгіргендерді қою керек, осылардың салдарынан 2 кісі қайтыс болды ғой иә сол кезде адамдар жүрегі тоқтап, біреуі бас жағында үлкен кісі, біреуі жас бала, жаңағы 16 ма бірдеңесі километр. Содан кейін айтты ғой мынандай нәрсе челлендждерді қою керек, ау жаңағы хейт кетіп қалды жақсы. Бір жағынан ол да жаңағы любой нәрсе хейт жақсы болсын жаман болсын болады, негізінде жақсы қабылдап білген соң, егер де сен соған дайын болсаң, дайындалу керек та. Предварительно дайындықсыз болмайды. Дайындықсыз жаңағы. Плюс жаңағы екінші ситуация жаңағы кимоно. Былай қарасаң, адам негізінде анандай ғой, жеңіл нәрсеге үйренеді ғой, мысалы сен мысалы білесің, футболкамен жүгірем, шортымен жүгірем, өтіп кетем деген сен. А прикинь, сен июльдің қақ ортасында Астанада күн жанып тұрған кезде кимономен жүгіріп кетейін. Кимононы білесің, қандай тердің несін денеңді демалмайды ғой даже. Су сіңген сайын ауырлай береді. Ауырлай береді. Еще ол мысалы мен майкамен жүгіріп, мен көрдім негізінде оны. Ана стартта мына стартта мен бірақ мына марафонда полумарафонда 9 километрде уже выдохся. И сосын бұл келіп 1:30 бірдеңе ма 1:29-ның ішіне кіріп кетті. Короче, пейсерлердің алдына шығып кетті ғой бұл вообще. Сол кезде ойлап қоямын, прикинь, человек с такой подготовки, без тренера, без какого-либо плана, кимономен 1:30-ның ішіне кіріп кетіп тұр. Мен тренермен, планмен, жеңіл майкамен немен, и оның алдындағы мен 2022-ден бері опыт бар ғой, былай қарасаң, соның өзінде де 1:35-ке әрең кіріп білдім по идее. Сосын ойлап қоямын, бұл адамның өзінің күш-жігері бана дайындығына байланысты. Ал мынау құрметті достар, біз мынау осы жылы жаңағыдай 6 ай эфирде болмаған соң бізде біраз нәрсе болды. Өткен жыл қорытындысын айтайын, кішігірім, кішігірім 2025 қалай өтті деп. Мынау соңғы бізде түсірілім ол Тенгри Ультра жаңа жарысы болған. Одан соң мен біраз жарыстарға қатыстым. Жаңағыдай триатлон бар, заплыв дейді, жүзуден, полумарафон, мынау Шымкент жартылай марафонына қатысып, сол жерде өзімнің жеке рекордымды жаңарттым. Жаңа барлығымыз айтады, Шымкенттің трассасы жаңа өте қиын. Негізі өте қиын, өз аяғыммен көрдім. Және не только трасса, жаңағы ауа райы өте ыстық болды. Бірақ соған қарамастан жаңа дайындығым жақсы болды. Негізі ол жартылай марафонға олай дайындалып, былай рекордқа жүгірем деген ой вообще болған жоқ. Жаңағы мен ол в рамках подготовка жаңағы Барселона Айронмен жаңағыдай лонг құсап Шымкентте болатын болдым да сол уақытта. И өзім айттым жаңағы воскресенье елмен қатар лонг жүгіре салайын деп, бір немеге қатысып қайтайын деп. Сондай оймен қатысқам негізі. Бастан 1-2 километрден кейін қараймын, былай нормально жүгіріліп жатыр. Пока жүгіре берейін деп кете берейін. Жүгіруге болады екен ғой деп па? Жүгіруге болады екен ғой деп. Сонымен содан қалса жартылай триатлон өттім. Челлендж Самарканд. Ол жерде де жартылай рекорд обновил, можно сказать. Өзім жеке рекордымды. Ол Самарқандта болды. Өте ыстық. Ауа райы 33 градус ыстықта. Жүгіру этапта. Бәрі дайындықтың арқасында, өйткені мен жазыммен дайындалдым. Дайындалғанда да сол ауа райын байланысты мен әбетте жүгіретін басынан. Көп адамдар таңертең сондай условия создавать ету керек қой негізінде. Бізде триатлонда жүгіру этап, егер сен жартылай триатлонға қатысатын болсаң, жартылай железный дистанцияға, ол кезде сен жүгіру этап әбетке түсесің. Бәлі қай жерде қатыссаң да, таңертең ғой, әбеттің кезінде 12, жаңағы 1-ге қарай сен жүгіру этапқа шығасың, вело этаптан кейін. И көбісі соны учитывать етпейміз. Біз жүгіргенде өзімізге ыңғайлы, қолайлы жағдайда жүгіреміз, ал на самом деле мынау өзі старттың кезінде саған ыстыққа келесіні уже бастайсың. Поплыл уже, потому что ол саған ауыр болады, и сен жаңа өзің ойлағандай немеге жете алмайсың да. Результаттарға. Сосын ең осы 25-те жаңа пландап, жаңа целевой дейді ғой, өзім жақсы дайындалған өзінің целім маған байланысты емес себептермен жаңағы Барселона жаңа полный айронмен
бардым, қатыстым, уже міне день старта именно сол күні менің таңертең келем, менің велосипедім новый салынған трубкалардың біреу жарылған ғой, жаңағы жел шығып кеткен таңертең перед фактым да. Сол жерде таңертең ана жерде и так өзі ажиотаж, енді кім біледі Айронменнің немесін, тем более жаңа Европада 3000 адамдық там транзит адамдар. Чимкентте болса сразу тауып алар едім ғой дейсің ғой көреді. Ана жерде мынандай сен и то өзің түнімен уайымдап шығасың мына стартқа, өйткені ертеңгі күн сен өте үлкен қашықтықтар күтіп тұр, не болады, әр этапта қалай өтеді екенмін дегенде жаңағыдай немен уайымдап келесің. И мен де қараймын, жаңа велосипедім доңғалағы жарылып тұр. Алам, ар жүгірем, бер жүгірем, ешкім менде доңғалақ болғанда доңғалақ емес, трубка дейді ғой мынау. Трубка да. И ол трубка деген ол жерде еш жерде сатылмайды трубка, оны тек қана өзіңмен алып келмесең. Ал мен бір қателескенім, екеуінде жаңа трубка салдым да. И болды, ол жап жаңа, қымбат тұратын нәрсе, қымбаттың заты ол подводить етпейді керек деп. Сонымен барып, сөйтсем кейін барып, уже немеге барлық нәрсе өткен ситуация қалай, мен ана жерге барып жаңағы ағылшынша мен дұрыс түсінбеймін. Олар анау жаңағы вело жөндейтіндер, олар вообще французша, олар ағылшынша сөйлемейді. Екеуміз дымдап, мен олар маған айтады, болмайды дейді. Мен айтамын, покрышка сатып аламын, берші. Жаңағыдай басқа. Сөйтсем олар айтпақшы, маған түсіндіріп отыр екен. Сөйтсем мен кейін осы Астанаға келген айтады, сенің дискің бар ғой, жаңағы карбоновый дискің тек қана для трубки дейді. То есть покрышка сала алмайсың дейді оған ше. Оказывается сол екен да. Жаңа алар маған соны айтқан ғой, что саған дөңгелек алып келу керек целый деп жаңа покрышка болмайды деп. Не дегенмен сол 100 этапты өттім. 100 этаптан шықтым. Маған жаңағыдай надежда, жаңағыдай үміт берді, что қазір сен шыққан. Сен пока бара бер, короче, если что, дайындап қоямыз деп. Көреміз еді жаңағыдай желімдеп, жаңағы заклеить етіп, егер получится, сен велосипедін қоямыз, сен 100-ден шығасың да айдап кетесің деп. Мен сол 100 этаптың пока өтем дегенше соны ойлап келдім. Мен кірелеп қойса екен. Соны шығам 100 этаптан күйіп, су жұтып, жаңағыдай емпіп 4 километрден кейін. Шықсам велосипедім жоқ, короче, болмайды деген кірелеге келмеді. Сонымен сол жарыс сонымен бітті. Былайша келгенде, бірақ дайындығым жақсы болды. Өзімнің жаңағыдай уверенностім, жаңағы өту деген нәрсе бәрі жақсы болды. Енді Алланың қалауымен болмады не істейміз енді. Бірақ сосын сонша дайындалдым ғой дедім да, ближайший жаңағы Ironman старты тек қана Турцияда белек жартылай Ironman жаңа дистанция. Соған ала салдым. Біраз адамдар бар, Алматының балдар бар, бәріміз былай солармен ақылдаса келіп, соны хотя бы өте салайын дедім, көпшілікпен бірге. Онда да сол почти челлендж Самарқандтың результатымен почти 1-2 минут разница, сонымен бірдей жаптым. В принципе, осы жыл осылай бітті. Енді мынау 25-ті қорытындыласақ, өзім үшін жақсы да, жаман деп айтамын, жақсы. Өзім 1,5 жыл обновить ете алмай жүрген жартылай марафонда рекордымды жаңарттым. Жартылай жаңа Ironman'де өзім рекордымды жаңарттым. Енді полный дистанция өтуге жаңағыдай техникалық ақаулармен байланысты өте алмадым. Бірақ ендігі жылға соның бәрін ескере отырып, оның бәрі тәжірибе, оның бәрі опыт. Жүре осындай нәрселердің бәрін көре біз енді түзелеміз. Басқалар біреуге сабақ болады, мен өзіме былай маңдаймен тиген жаңа тас тигендей сабақ болды. Өмір бойы өзіме жаңағыдай сабақ қылып алдым. Не деймін енді? Жалпы жақсы. 25 без травм, без ничего. Онда Алдиярдан сұрайық, 2025 қалай болды? 2025 сол противогаздан басталды ғой. Противогаз, кимоно, бірінші маусым, бірінші июньде. Одан кейін өзім жақында осы рилс шығарғам қорытындылармен. Енді Алматы марафонның старттары ғой, в основном. 3 старт қана. Жаңағы майда не алам, 42 шақырымға. Күзде болатын марафонға слот алам, соған дайындалам. Алдын ала алып қойдым да, ертең бітіп қалса деген сияқты.
ертең жақындаған кезде ой қойшы бармай ақ қояйыншы деген сияқты. Слот бар ма, значит дайындаласың деген. Иә, 100% не ғой. Ертелік алып қоясың да. Уже тенгриға да алып қойдым мысалы биылға ше. Оған кейін келе жатармыз. Сосын ондай бір қатты дайындалған жоқпын оған. Биыл Алматыға көп бардым. Алматы өзім жаңағындай келген кезде өзі бір Абаян бойында болам. Сосын міндетті түрде неге жүгіремін? Медеуге жүгіремін. Ол жақта набор бір 900-1000-ға дейін барады. Өзім сондай бір салт дәстүр десе болады. Алматыға келем, сразу сол жаққа жүгіремін. Сайраннан бастап, болмаса жаңағы Көктөбенің төмен жағынан бастап 21 шақырым шығады. Сөйтіп өзім кішкене наборлар жинай бастадым. Алматының жылы болды. Одан кейін жазда жаңағы грэплингке барып жүрдім, не о чем. Сосын оның керек емес екенін түсіндім да, травма алып қалуы мүмкін деп. Сосын жүгірумен жүре берейін деп. Одан кейін не болды? Сол күзге қарай ғой старттардың бәрі. Өзіміздің Жезқазғанда жылда өтетін Купрумран деген бар. Астана триатлон ұйымдастырады өзі. Сол бар. Сол кезде мен немен жүгірдім? Ақ көйлекпен, жаңағы қара шалбармен. Офисный лук дейді ғой. Аяқта карбонка. Көргем. Иә. Сол кезде өзімнің 10 шақырымға жеке рекордымды қойдым. 37-40 па сондай. Қатты дайындалған жоқпын. Енді ойладым жаңағы вывезу на креативности деп ойладым да. 10 шақырымға мүлде жүгіріп көрмеппін, мындай целевой болған жоқ ше. Осы 10 шақырымды нетем, оған дайындалып, ондай былай қарап тұрсаң ешқандай қашықтыққа ондай бір дайындық болған жоқ. Сол Алматы жаңағы полумарафон, Алматы полумарафон, потом Астана, одан кейін біздің Жезқазғандағы не аталайды? Купрумран 10 километр. Сатпаевта бізде болды 21 километр. Ол жақта бірінші орын алдым. Енді өзіміздің қаламызда маған және жанымдағы 1-2 тағы да жүгірушілер бар. Оларға орын алу деген андай қатты қиын емес нәрсе. Өйткені біз сияқты жүгіретіндер ол жақта аз да. Сол болды. Потом Түркістанға алғам негізінде. Алматыдан кейін тағы да ойлағам ғой, Түркістанға барып, енді ол жақтың трассасы тегіс қой. Сол жақта мүмкін бір категорияға кіріп қалам ба дейтін ой болды. Алматы марафонға бардым. Қатты бір дайындық болған жоқ. Объем бір 70 сондай ғана болды. 80 интервал. Аптасына 70-80 сондай ғана болды. Интервалка деген болған жоқ. Жаңағы темповой, вторая зона дейтін мүлде ондай білім болған жоқ. Қатты бір кірмедім ондай темаға ше. Ұйқы аз болды, как обычно, 4 сағат сондай ғана ұйықтаймын. Бірақ жүгіріп кете беремін. Сосын 27 келдім, жаңа старттық наборды алдым. 29-ы 3:15 деп ойлағам негізінде. Бірақ 2:58 жүгіріп тастадым бірінші ресми марафон. Өзіме бір гештальт болды сол. Мақсат болып кетуі. Иә. Былай енді адамдарға көпшілікке 3:15, 3:20 деп айттым да, чтоб не накаркать дейді ғой, былай. Көз тимесін деп. Бірақ 2:58 пейсмейкерлармен бірге басында жай бастадым мен. Олар таппай қойдым. Сосын солармен ілігіп таптым, бір 2 километрден таптым да, одан кейін асып бір триатлеттердің несіне кіріп кеттім, пачкасына кіріп кеттім. Солармен бірінші кругты біз қатты бастап қойдық. Өте қатты прям екінші кругқа дейтін бір не болды, слишком тез болды. Сосын бір триатлет бар, Сергей дейтін, машиналы. Сол кісі екеуміз кішкене пейсит етіп екінші кругта. Өзі подъем 380 ғой, 380 метр. Анау бірінші неге дейін жаңағы неден бастап Сайна қаяққа дейін, Сайна Розбакиева ма, сояққа дейін подъем дейтін бітпей қояды. Екінші кругта тем более. Келе жатырық, екінші кругта желі болды. Мен жалғызбын, нелер жоқ, пачкалар жоқ, жалғыз келе жатырмын. Шығып кете берген ғой. Сергей менен асады, мен одан асам. Әңгімелесіп кеттік екеуміз. Сұрап жатыр жаңа қандай план деп. Мен айтам 3 из 3 деймін да. Сосын екінші кругта ол маған жетіп алды, қалдырып кеткем. Жетіп алды да, потом түсінді, маған қарады, мен темпім 4:40 сондай. Сосын маған жақындатты, бүйтіп кәдімгідей кинодағыдай болады ғой. Бүйтіп қарады, падай деп. Артына түсіп алдым сосын. Пейсит етіп, кәдімгідей анау екінші кругта сосын жел болды кішкене. Екеуміз артынан тығылып та кішкене. Сосын что-то ветер спереди, давай будем по очереди друг друга пейсит ет. Сосын 2 километр ма 3 километр бір-бірімізді пейсит еттік. Одан кейін ол кетті, ары қарай жібердім оны. Ол менен бір 2 минутқа ертерек келді деймін, шатыспаса. Сөйтіп өзімнің әйтеуір бір мақсатымды немді жаптым.
марафон, ресми марафон кәдімгі медальмен сертификатымен как положено. Оның алдында оған дейін 25-ші жылы мен 3-4 марафон жүріп тастадым өзім, былай қаланың ішінде лонг ретінде ше. Сөйтіп одан кейін өзіміздің Ұлытау облысында жаңағы Ұлытау ауылында не болды, тау марафон болды, жақта 3-ші орын. Қалай айтса болады, 25-ші жыл әйтеуір бір нәрсе жабылды. Кішкене пик дейді ғой, пик болды, бірақ білім болған жоқ. Жаңағындай результаттар болды, и мен былайынан ойланып қараймын да, артына қарайсың ғой кішкене. Осыларға егер дайындықпен, дұрыстап ұйқымен, питаниемен келетін болсам, мүмкін одан да бір жақсы көрсеткіштер көрсететін шығармын деп ойладым. Енді биылғы жылды кішігірім осознанно дейді ғой, сөйтіп бастағым келіп отыр. 25-ші жылды былай сапар жылы деп өзім сондай бір ат қойдым. Сапарға көп толы болды. Бірақ тұрақсыздық жылы болды. Сондай бір өзіме бір қорытынды жасадым да. Жалпы жақсы, бірақ сонда да бір андай болады. Самокритика дейді ғой. Толығымен өзіне не боласың андай. Довольный болмайсың да өз-өзіне. Надо по-любому повышать планку деген сияқты. Синдром не деуші еді соны? Неполноценности ма? Иә, синдром отличника ғой. Мүмкін оған да бір детский травма шығар, білмеймін, қазір сондай модный ғой, детский травма, гештальт сөздері қазір. Жоқ, негізінде кім Алдияр сен жүгіріп өткеннен кейін мен негізі Стравада көрдім де жазып жібергенмін сонда, ерінбей. Негізінде комментарий. Просто потому что человек, вот, который бегает сам по себе, өзі мысалы, көп нәрсені мысалы чат GPT-дан, интернеттен тауып аласың ғой мысалы. Мысалы сенің қасыңда наставник болатын болса, мысалы олар сұрайсың, мысалы неге шықпай жатыр менде? Неге мысалы 3 сағаттың ішінде жүгіре алмайды? Мен марафон жүгіріп жүрген, марафон білетін, 10 километр, 21 километр марафон емес, именно 42 километр жүгіріп жүрген адамдар білет, что 3 сағаттың ішінен шығу, енді нормальный атлеттерге жартылай марафонда 1:30-дың ішіне кіріп кету, енді айтады ғой жаңағы саб 90, саб 40 деген тема ұғым бар ғой араларында жаңағы бег жүгірушілер. Сол сияқты жаңағы 3 сағаттың ішіне кіру, менде де мысалы менің алдымда да план бар. Мен 2022-ден бері жүгірген, қазір енді биыл 4 жыл болды. Бірақ мен әлі сап жаңа 3 сағаттың ішінде жоқпын. Бірақ дегенмен де 3 сағаттың ішінде жүгіріп тұрған адам өзінің несімен, энтузиазммен, көмегімен, өзінің планымен, мен айтамын да, егер де сенің ішіңе жаңағыдай полностью жаңа физуханы берсе, ұйқыңды берсе, питаниеңді түзесе, саған бір жақсы бір тренер, топовый им деп айтпай қойын, бір который білімі бар, саған айта алатын бағыт бағдар беріп жіберетін адамдар беретін болса, мен айтамын 2:40 максимум 2:30-дың ішіне кіріп кетесің сен. Тем более организм жақсы ғой, мысалы біз енді 35+-тың ішінде жүгіріп, өз ішімізден қалып қойған жаңағы айтып отқандай детский травманы ішіне сығып атырып қой, короче, шығара алмай. Бірақ дегенмен де әркімнің өзі, мысалы мен жаңағы любой адам менен сұрайды, не үшін жүгіріп жатсың деп. Әркімнің өзінің мақсаты әртүрлі. Мысалы үшеуміздің отырған, үшеумізде марафон жүгіретін болсақ, үшеуміздің де мақсатымыз үш түрлі болады. Біреу просто жаңа уақыт жаңартамын дейді, біреу просто қызық маған жүгіру дейді. Сол сияқты ғой жаңағыдай. Мысалы любой топовый мейджорский марафонда алатын болсақ, мысалы 50 мың, 60 мың, 90 мың адам жүгіретін болса, сол 90 мың адамның миында 90 мың түрлі мақсат тұр. Өзінің себептері бар. Себептері бар. Менде де мысалы мен өзім қысқаша айтатын болсам, 2025 енді біз екеуміз неден бастадық жаңағыдай полумарафон болды, сосын ультрамарафон. Енді бастысы енді ультрамарафон деп айтам. Себебі екеуміз оны жақсылап жоспарға қостық, пландадық, бірге келдік. И андай өзімізге цель қойдық жаңағыдай. Бірге бастаймыз, асықпаймыз, бірге бітіреміз. Тем более менде жаңа сен сияқты жаңа синдром отличника бар, жаңағы маған тез жау керек, там 6 сағаттың ішіне кіріп кету керек. Басында менде бізде тез бастап жатқан кезде бірінші екінші километрде жан айтты, біз что-то тоқта деді дыр деп қарай. И соны түсіндім, плюс жан 17 ма, бір 20 километрлерден бізде осы YouTube арнамызда полный не бар, қаяқтан қалай жүрген бесінші қарауларыңызға болады. Аяғы тартылып бастады, оны мен подбадривать еттім. Бір кезде мен начал там назад тянуть, сосын 50 километрде вообще пешком пошел, арада бармаймын деп, короче. Сондай мен әйтеуір екеумізді сүйреп. Мен айтам да, келгеннен кейін екеуміз отырып қой жаңағы анализ жасайсың ғой жаңа өзіңе. Айтам, егерде
менің қасымда сен болмасаң мен келмес едім мына жерге Мгм. біріншіден. Потому что қасында жаңағыдай поддержка беретін, давай деп түртіп отыратын жаңағыдай адам болмайтын болса, тәңірді нету өте қиын. Ол просто мысалы мен үшін ондай трейл жаңағыдай Ол еще ол айтты, бренд. негізінде трейлді Борабайда жүгірт негізінде оның Мгм. алдында. Ақбура Ақбура трейлді трейл, жүгірт. иә. Ең бірінші Ақбураны осы жүгірт 12 Мгм. километр ма соны. 12 расстояние. Сөйтіп аяғымды ауыртып алды да айтқам дейді, жүгірмеймін мен болды трейлді никогда деп. Аяғым қайырбағым Сосын мен айтамын, жүркет Иә. барып келейік енді Аяғым қызық қой, нетеміз, демалып қайтамыз деп сөйтіп барып, сөйтіп 50-ді жүгіріп келгеннен кейін только жүгіріп келдік, айтасыз ғой. Все, келесі жылы 100-ге келу керек дейсің ғой. Андай ғой, короче, всегда любой бегун ғой, короче, финишный чертаны өтіріп медаль таққан, так, келесі старт қашан еді деп тұрасың ғой, короче. 150 деп. 5 километр тұрған кезде вообще жүгірмеймін деп келе жатасың. Иә. Өзіңе Не үшін жаңағыдай любой бегунда да сұрақ қояды ғой өзіне, не үшін жүгіріп жатырмын, вообще не үшін жүгіріп жүрмін мен, мынау неге керек маған деген сияқты. Бірақ жүгіріп келгеннен кейін өзің қазір потребностьларыңды жабасың ғой, анау деген сияқты. Иә, дұрыс айтасыңдар. Сол 25-те сондай болды. Мен просто анандай нәрсені түсінбеймін, білмеймін сенде қалай екен. Мысалы жаңа жүгіріп триатлонды өттім деді ғой. Велосипед прикинь, бұзылып қалды. Прикинь, сен не просто так мына жерге бардым, там Баровойға барып жүгіріп, мен велосипедім бұзылып қалды деп көтеріп қайтып алып келген жоқсың. Прикинь, сен Европаға, Барселонаға ақша төлеп, шығынмен бүкіл велосипед, еще велосипед сен маған пойыздың 3-ші полкасына салып алып келген жоқсың оны. Иә. Сен оны чемоданға салып, еще қаншама ақша тұрады дейсіз. Еще оны білесіңдер, евроның қанша тұратынын. Прикинь, сен келіп бүйтіп келіп жаңағы все бүгін старт деп келіп тұрмын, прикинь, сен покрышкаң. Мен айтамын да, мен андай адаммын өзім сам по себе. Менде ДНФ деген вообще мақсат жоқ. Мен балдарға да айтамын ғой, аяғым бәшпәй кесіліп қалса да, мен до конца бар ғой, мен финишқа дейін жету керек маған. Вот принять, не знаю, как у тебя, вот ты сейчас расскажешь, принять вот это все, прикинь, вот жүзіп шықтың да, сен надежде того, что велосипед будет там стоять, а велосипеда нету. И как ты вот сен қалай вот борешься с этим? Мен мысалы ондай нәрсені көтере алмаймын, мен болезненно қабылдаймын ондай нәрсені. Менде де болезненно ол. Қазір шығар енді жаңағы уақыт өте келе бастады ғой, время лечит деген. Сол күні мысалы менің жаңағы ішкі дүнием прям өртеніп барлық вулкан болып жатты ма? Шынын айтсам көзім қарайып кетті да. Өйткені мен 6 ай уақыт солған дайындалдым, қанша тер төгілді, қанша шығын кетті, қанша уақытымды бөлдім да жаңағы сол күнге, сол бір күнге, бір-ақ күнге. И сол шешуші күн ол еще менің мысалы аяқ жаңағыдай азамат айтса аяғым ауырған жоқ, жаңағыдай басқа емес. То есть менен независящий от меня фактор болды міне. Мынандай болды. Ешқандай бәріне барып только осталось басқа бір жаңа велосипед жасадым дейсің ғой барлықта. Ол даже жаңа велосипед сатып алсам маған посадка жасау керек под меня жаңағы оның бәрі. Ол саған бір нәрсе істелетін нәрсе емес. Кім триатлонмен алса ол біледі. Ол мысалы маған айтады да басқа велосипед алып бер жаңағы прокат. Ол ондай емес. Сен 180 километрден кейін қою керек. Сен 180 километрден соң әлі 42 километр жүгіру керексің. Сол үшін сен правильно посадкаң болу керек жаңағыдай. Бәрі дұрыс болу керек. Оның бәрі оңай нәрсе емес. Болмады ма бірдеңе болмады, значит болмады. Ол солай да ол. Кейін уже уақыт өте келе кішігірім анализ жасап енді басқа амал жоқ оның бәрі. Мен қолымнан келгенін жасадым. Бірақ енді солай. Сенде сондай болды ма негізі? Менде ондай ой болды ма вообще? Или анандай ой болды ма, мысалы мынандай далаға шыққым келмейді, артынан жүгіремін. Ондай ойлар. Күнде болады ғой. Күнде болады. Ол енді күнделік болады ғой. Күнделік күресетін нәрсе. Мысалы мен осы жақында ғана 1-2 күнде бір естіп келе жатқан сөзім бар. 2 күн бойы жаңағы біз енді өзіміздің қаламызда жаңадан не ашайын деп отырмық қой, точка кофейня деген сияқты. Сол мәселемен әңгімелесеміз жаңағы ағаларымызбен бірге. Сосын ол кісіден бір жақсы сөз естідім да, әңгімелесіп отыр да мысалы. Мен тұрамын да сізге айтамын, мен 300 мыңды босқа кетті деймін. Сосын сіз тұрасыз айтасыз, сен 300 мыңның босқа кеткен жоқ, сен 300 мыңға сабақ сатып алдың дейді да. Сондай бір не сен оны ол не болған жоқ жаңағы. Утрата болған жоқ, наоборот, инвестирование болды дейді да, в будущее. Сен алдағыда уже не болады жаңағындай. Сабақ болады деген сияқты.
менде мысалы Түркістан болды, Түркістанға слот алдым, Түркістанға кәдімгідей Алматы марафоны енді екеуінің арасында бір ай ғана ғой. Иә, бір ай. Дайындалдым мен, кәдімгідей дайындалғанмын. Бірақ жұмыс бабымен дегенде 80% өзім кінәлі болдым бұл мәселеде. Бара алмағаныма ше. Жаңағы трансфер жағынан болмай қалды. Финансовый жағынан болмай қалды. Бірақ сосын Түркістан марафон өтеді, менің алматылық құрдас балаларым бар. Олар барған ғой, үшеуміз ойлағанбыз, үшеуміз де 2002-міз ғой, жаңағы туса болады деп жаңағы. Бірге барып жүгіріп. Холостяцкий туса болады жаңағындай. И уровень плюс-минус бірдей. Үшінші баланканы сәл төмендеу, ол өз үшін жүгіреді да, екеуміз екіншісінде Мағжанда 3-6, менде 2.58. Ойладық екеуміз енді по-любому бір екінші орын боламыз деп ше. Сөйтіп пландап аттық та. Сосын келдік, жүгірдік. Олар жүгірді. Хабарласам, что там қанша деп. Результат қараймын. Результатта бірінші орында біздің возрастной категорияда 18-24 шетелден келген азамат 3.32 мен. Результат 3.32 марафонға. Біз деп басымды ұстадым. Не істейсің енді, алаң қалумен солай болды. Стористен көргем қарап тұрында анаған. Зато бір тумбаға шығудың бір әсерін сезінетін едім ғой деген сияқты болды да. Бірақ соңғы кінә енді өзімді кінәладым. Өйткені в любом случае ешкімді кінәлай алмайсың ол уақытта. Өзің кінәлі болдым, бір нақты бір істер жасаған жоқпын, қимыл әрекеттер. Не предпринимал действий дейді ғой. Сол үшін енді өзімді кінәлап жатырмын. Енді алдағыда сондай бір қателіктер жүрмейтіндей 25 жасқа толғанша дейін енді бір Алматы үлкен старттарда жаңағы Атырау марафон бар, Каспий марафон бар мүмкін. Енді биылға мен Каспий деп ойлап отырмын. Өзімнің целевой марафонымды. Сол жақта мүмкін бір соны сезінгім келеді да, үлкен жаңағы көпшіліктің алдында бір тумбаға шығу дегенше. Өйткені біздің жаста қатты жүгірмейді ғой марафон. Біздің жас аралықта не жүгіреді жаңағы? Жартылай марафон жүгіреді, болмаса 10 жүгіреді. 18 мен 24 аралығында. Енді сол 2026-ға қандай нелер бар, жоспарлар бар? 100 километр ультра. Бізде мен Алматыда осы бір ай тұрып келдім декабрьде. 88-48 дейтін бізде комьюнити бар, жастар в основном, и анандай ультра жүгіретіндер, кішкене отморозок дейді ғой, сондай бір балалар көп жүгіреді, жаңағындай не жүгірген, қыстың күні марафон жүгірген Қонаевқа дейін, Қонаев қаласына дейін, бері қарай жүгірген. Мен бара салысымен сол кезде жаңағы Малый Алматинский кругосветка дейтін бар, бау сол жаққа жүгіріп, нормальный объем жасап келдім, набор менше. Солармен енді біз өзіміздің комьюнити, оның ішінде бір 90 адам сол комьюнитиде, бірақ 15 адам атлет. Основательдер өзі жас балалар өзімізбен қатар, плюс-минус 98 әрі кетсе. Бірақ ішінде бар тоже 85-тер бар, 82-лер де бар даже. Солармен бірге енді біз сол кісілердің үмітін ақтағым келіп тұр. Олар маған сеніп жатыр да жаңағындай. 100-де тумбада кездескенше біз саған сенеміз деп, әйтеуір ол кісілердің мотивациясына ырза болдым. Бір жағынан ол Тенгри 100-ге маған слот мен өзім алған жоқпын. Слотты маған жаңағы сыйлық қып жасады. Ұлытау облысының жаңағы тоже бір сіздермен қатар жүгіруші кісі бар, бірақ Астанада тұрады осында. Қай клубта екенін білмеймін, есімі Жандос. Сол кісімен кездесіп қалдық. Кездейсоқтықтар енді случайности не случайно дейді ғой. Көріп мені амандасып, мен саған кезінде жазғам дайректке деп, мен саған жаңағы ат меня башляю деді ғой жаңағындай слот. Ол да бір мотивация болды. Сол енді 88-48 дейтін ол жаңағы Эвересттің несі ғой, биіктігі ғой. Өзіміз жаңағындай не ғой, юношеский максимализм ғой, ішінде в основном енді бір 50%. Сол балалармен көреміз енді. Үлкен жаңағындай не қылайын деп отыр. Бірінен үшіне дейін болады ғой мамырдың. Сол кезде өзімнің бірінші, мен андай бар, бір қашықтықты неофициально жүгірем да, оны көрем, дәмін көрем да, одан кейін осыны енді ресми түрде жүгіріп өту керек деп. 100 шақырымды жүгірдім осы қарашаның 8-і 25 жылдың соңында. Ол кезде машина болды, сопровождение болды. Уақыт бір 19 сағат болды деймін. Жоқ, 10 сағат қой. 9:54. 9:54. Дұрыс, 10 сағат. Әйтеуір 9 Тенгриді айтпай қойын енді, тумбада кездесеміз деп, бірақ енді стартовый городокта кездесеміз. Менде жазылып қойды. Сенде қандай план 26-да? Ой, менде азеки білесің ғой. Аяқ астынан ба бәрі? Негізі жоқ. Пландар қазір Тенгри Ультра 100 жаңағы слот алып қойды. Біз енді жоспарлағандай. Біз енді Құдай қаласа. Құдай қаласа қазір бір-екі аптада
былай уже дайындыққа көшемін ультраға. Сосын триатлон, плавание, отдельно орта деген бар, может Италияда 14 шақырым жүзуден, соған құдай қаласа дайындаламын. Мен ол в общем былай келгенде мен всегда дайындықтамын, тренировка, всегда велосипед, всегда жүгіру, енді тек қана объемға байланысты. Мысалы тенгри 100 келе жатса, мысалы велосипедпен жүзуді кішкене азайтамын, жүгіруді көбейтемін, и наоборот жаңағыдай. Короче, үш спортты бірге алып жүретін адам. Бірақ мен постоянно тренировкадамын да, ол уже қандай. Бірақ мынау қазір жоспарлап тұрғаным өзімнің негізі жаңағы сол тенгри ультра 100. Қалғандардың бәрі былай ойда. Тоба барайын ба, тоба пока мынандай екі ойлы болып тұрмын. Өйткені бір жағынан жазда хочу экстремальный триатлон биыл бір көрсем ба деп отырмын, бір зарегистрироваться. Қасына саппортпен жүгіретін. Я саппортпен жүгіретін. Тоже как-то для меня это новый опыт будет. Как именно в мире триатлона, да, новый. Там вот экстремальные условия, трейл, бег, жаңа барлығы, велосипед набор высоты деген сол сияқты. Соны жаңа тоже көреміз енді. Мына жүзге мен уже жазылып қойдым. Енді күтіп отырмын. Сіз де жазылдыңыз ғой жүзге? Мен жазылам, бірақ екеуміздің планымызда бар. Енді былтыр енді 25-те енді 50 жүгірдік. Одан кейін потихоньку ғой бізде планка көтеру, енді осыдан енді 100-ден кейін енді көреміз. 100-ден кейін жүгіріп келіп жерде жатып бүйтіп, давай қашан 150 деп отырайық. Бірінші тірі аман есен бітірейік. Бірінші енді жаңағы 50 километрден кейінгі жаңағы неден кейін аман есен шығып, короче, 51-ші километрға ілесіп кету керек қой бізге. Мен айтайын деген, мен өз көзіммен көрдім ғой, жаңа бір күн алдын бардым ғой, жаңа мен барып жаңа тенгри ультраның бүкіл қалашығында болып, мынау 100 километр бірінші күн жүгірді, 150 мен 100 километр бірінші күн жүгіреді. Ал 150-лер бірінші күн 100 жүгіреді, екінші күн 50 жүгіреді бізбен. Сол кезде жаңағы адамдарды көрдім де, жаңа таңертең бәрі қырып, 100 километр кетті, 150 кетті. Сосын обедке қарай уже городокқа кіріп жатыр ғой, кіргендерін бірем сарабы шығып жатыр, болды, қалғандар жаңағы түнде келіп мен жанында бір палаткада машинада бір орыс жігіт, Астананың орыс жігіті тоже 100-ге участвовать етемін деп жаңағы дайындалып тұрған. Екеуміз түнде сөйлесіп қалдық, мен түнде келдім да, машинаның жанында тұрған сөйлесіп, ертең 100 жүгіремін, осындай дайындық, осындай мощь деп тұрған. Түріне қараймын, мен спортивный, көрініп тұр, бірінші рет жүгіріп жатқан жоқ екен. Мен бірақ 100-ді бірінші рет жүгіремін дедім. Жаңағы ертесіне обедте 50 жүгірді да, жаңағы спуск есіңде ма мынау немен? Содан түскенде аяғым қайырып болды, мен желание жоқ деді, ары қарай 50-ді бітіруге деді да. Содан шығып кетті жаңағы 50 километр. Машинасында киімдерін жинады да кетті. Мен сол кезде қараймын, бірақ айтып отырмын, жарты адам шығып кетті. Бірінші стартовый городокта кетіп қалды. Құдай қаласа енді биыл енді мамыр айында болатын сол тенгри ультраға аман есен барып, сол жақта енді осылай бас қосу болсын. Біріншіден, екіншіден біз енді алға қойған мақсатымыз енді Алланың қалауымен дейді ғой, Алланың қалауымен басталып, старттан сол финишный аман есен сол финишный чертаны бірге өтіп, мойнымызға жаңағы заслуженный медалімізді тағып қайтып келейік. Біріншіден, екіншіден жаңағы енді өзіміздің жаңағы уақытымыз тәмамданып жатыр, бірақ соған байланысты жаңа Алдияр біздің жаңағы оқырмандарға, жаңа көрермендерге айтар бір сөзің болсаң, мынау енді жаңа айтып отырсың ғой, ертең жүгірсем қалай болады, осы аптада жүгіре алмасам жаңа жылдан бастаймын, бірінші обязательно осы алдымызда жатқан понедельник бастаймын точно дейтіндерге қандай әңгіме айтасың, қандай бір кеңес бересің? На момент съемки енді коротко ясно айтып жүрейін. Мысалы мен бұрын таныстарым мені признавать етпейтін вообще, андай сәл нелеу тұғым енді на дне был, короче. Қазір енді каждый енді мақтанған емес, әрине, усилия ты должен там енді кәдімгідей тірлік жасап, әрекет етіп, одан кейін адамдар уже басқашадан қарайды да. Мысалы қазір маған кезінде маған үлгі адам болған адамдар мені қазір үлгі тұтып жүрді. Спорт жаңа мәселесінде, жаңағыда басқа да бір реклама, инстаграм әрі бері сол мәселеде енді адам өзгерем десе 360 градус өзгеріп кетеді, 180 градус өзгеріп кетеді. Енді әрекет бізден, берекет Аллах тағаладан. Сөйтіп білмеймін, енді осы жүгірудің арқасында біраз адамдармен таныстым. Өзімнің бұрынғы командир ротамен қазір жақсы араласам, ол да мені признавать етеді кәдімгідей, қазір сен базар жоқсың деп. Әскерде болғанда менің командирім тұғын ғой,
прикол салып қояды еще арасында. Кезінде заставлял, сейчас сам бегаешь деп. Біраз осы жүгірудің арқасында біраз адаммен таныстым, сіздермен таныстым. Биыл батыста жүгіргім келеді. Батыстан менің оқырмандарым көп, андай қонақ жайлы ше. Биыл біздің Сатпаевқа мысалы Нидерландыдан қонақтар келді, солармен жүгірдік. Енді жүгіру спорт, мысалы кез келген спорт біріктіреді ғой адамдарды. Ертең деген енді ең қиыны ол бастап кету ғой. Далаға шығу, өзіңді главное алып шықсаң болды, далаға ары қарай уже по накатанной кете бересің. Сосын екіншіден енді мінез шығар керегі. Мінез деп ойлаймын. Сосын аш болу керек. Голодный болу керексің бір жетістіктерге жету үшін, сондай бір не бар. Коротко, ясно. Негізінде мынау айтатында сол ғой, негізінде өзің организмді алып далаға шығып 1-2 километр жүгіретін болсаң, 1-2 километр, 3-4 километр уже по накатанной кете берді. Сол сияқты жаңа айтқан сөзіңе де рахмет. Давай, Жан. Мына Алдияр келген рахмет. Сізге қонақ болып өзіңмен танысқаныма қуаныштымын. Мынау істеп жатқан істерің алға баса берсін, бастамаларың бәрі тек қана жақсы жағынан үлгі бола бер, артынан мынау еретіндер көбейе берсін. Не дейді, мына қойған мақсаттарыңа жете бер. Құдай қаласа сол старттарда жолығып көрісіп тұрып, осылай бір-бірімізді мотивация беріп дегендей сөйтіп жүре берейік аман есен. Құдай тек қана жақсылықта жолығайық. Сол рахмет мына келген. Сіздерге де рахмет. Шынымен де Алла негізі бұйырайын десе бұйырады ғой, негізі жаңағы бірге қосып осылай бір подкастқа жаңағы қашан адам тауып, қашан етеміз, осылай отырамыз деп. Жаңағы бір момент сторис әлеуметтік желі ғой, бір-бірімізді кездестіріп жіберді. Жаңағыдай енді Алдиярдың енді сторисін постоянно қарап отырамын, енді басқасын етпесе де, енді шыққан кезде де стараюсь, енді в основном 2200-ге жуық адам бар ғой, былай қарасаң бәрін қарап мүмкін емес, бірақ каким-то образом Алдиярдың стористар түседі, рилстары түседі, рекомендацияға шығады. Сол мына жерде тоже Камиль деген бауырымыз отыр ғой, тоже рахмет айтамын, бірге жүріп жаңағы ішінде өздері распалдар, бірге легкоатлеттер, бірге там бір-бірлеріне сұрақ қояды, бір челлендждер придумывать етеді, бір какой-то спорлары бар. Саған да рахмет келгеніңе, алдағы қойған енді жеңіл атлетикадан кәсіби деңгейде енді дайындалып жүрсің ғой, әуесқой, жаңағы өзінің жаңағы наставлениені беріп жүрсің, Ұлытау облысының намысын қорғап жүрсің, соған от души саған рахмет. Молодец. Енді Ұлытау облысы деген енді қазіргі жаңа құрылған облыс қой, дегенмен де көп нәрсе жасалып жатыр ол жақта да. Сендерге де рахмет, жаңағыдай жүгіру мәдениетін, жаңа беговой культура дейді, соны көтермелеп жүргендеріңе. Және де маған осындай подкастта мынандай бір кітап сыйлаған болатын, лидер деген, без титула деген. Мен оны оқып шықтым и хочу, как бы, даренный не дарит дейді, бірақ хочу, пусть мен үйімде просто так жатпасын деп, саған бір пайдасы тиін, оқып шыққаннан кейін бір өмірде жүгірудің алдында да жаңа өзінің оқырмандарыңа бір лидер бол деген мақсатпен саған бергім келеді. От души. Рахмет. Подарок ретінде біздің подкасттың артынан қабыл ал. Робин Шарма менің сүйікті нем авторым. От души саған беріп жатыр. Осылай тоже адамдар келеді, бізге де кітап, анау жаңағы футболка, өздерінің нелерін сыйлайды. Біз онда соны енді қалатын қалдырамыз, қалдырмайтын енді жаңағыдай біреуге де пайдасы тисін деген мақсатпен арата жалғастырып жатыр. Біз енді жұмыс бабымен келдік та, тез кетем деп ойлағам ғой. Бұйырса Тенгри ультрада күтесіздер ғой. Құдай қаласа енді. Құрметті көрермендер, осы жерде жаңағыдай цифрлар шығады, сол цифрларға енді біздің арнамыздың арқыта өркендеуіне үлес қосайын дейтін болсаңыздар, өздеріңіз жаңағы донаттарыңызды жіберулеріңіз болады. Сонымен қатар лайк басып, астына комментарийлер жазып кет. Алдағы уақытта кімдерді көрем, қандай оқырман, қандай қонақтарды шақыруға болады, фамилияларын, аттарыңыз, қай клубта жаттығады, кімді көргілеріңіз келетін болса, астына комментарий ретінде, я болмаса осы біздің қазіргі шығарылымыз сіздерге ұнады ма, несімен ұнады, өздеріңіздің ойларыңыз, пікірлеріңізді жазып кетулеріңізге болады. Сондықтан да рахмет барлықтарыңызға. Жан, саған рахмет. Алдағы уақытта барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Қазақ тілінде контент көбейтейік бірге. Бүгінгі қазақ тілінде контент енді келесі жолда қазақша, орысша, кімге қалай удобно солай бола береді. Все, давайте, рахмет ал.